бір бауырсақ форматы, яғни сұраққа жауап беріп, бауырсақ қосу батырмасын басқан сайын әжемнің қолындағы бауырсақтар көбейе түседі. Мінекей, бүгін біз осы бауырсақ әдісін презентация форматында жасайтын боламыз. Мінекей, сұраққа оқушы жауап бергеннен кейін бауырсақты басады, ол бауырсақ әжемнің қолында пайда болады. Яғни сол бауырсақ шетте тұрған әжемнің қолында пайда болады. Бауырсақ пісіріліп отырады. Бауырсақ қосу батырмасын басқан кезде келесі сұрақ ашылады. Мінекей, осы ойынды бүгін жасайтын боламыз. Әрине, ойынды жасау үшін бірінші мінекей фотолар дайындап аламыз. Мен мына әженің фотосын осындай форматта жүктеп алдым. Мінекей, бос аспанды копировать етіп, былай караоке деген жазуды жаба салдым. Мінекей, Paint'ке кіріп, осылай жауып қойған болатынмын. Яғни бірінші Google'дан өзімізге қажетті фотоларды жүктеп аламыз. Мінекей, тапқан фото осы болды. Осылай мінекей караоке деген сөзді жауып қойдым. Сағындым, әже, сағындым дегенді үстіне қазір біз әртүрлі фотолармен жабатын боламыз. Келесі фото ол бауырсақ фотосы. Бауырсақ PNG десек, әртүрлі бауырсақтың суреттері шығады. Соның ішінен өзімізге ұнаған бір бауырсақтың түрін таңдап алсақ болады. Мінекей, мұнда тұрған мынау 4 бауырсақ тұр екен. Осы бауырсақтандайық. Бауырсақтың артында ақ фон болса да жүктеп ала береміз. Егер жүктей алынбай жатырса, поискқа кіріп, Windows'тың поискына кіріп, ножницы арқылы сақтап алсақ та болады. Мінекей, бұл келесі бір жолы суреттерді сақтаудың. Мышканың оң жағымен сохранить как изображение десек болады, болмаса осылай ножницамен кесіп сохранить етіп аламыз. Осылайша сковородканы PNG форматта жүктеп алып, рабочий столға барлық фотоны дайындап қоямыз. Мінекей, енді создать деп бауырсақ ойынымызға презентацияны құрастырамыз. Мінекей, жаңа презентация аштым, бауырсақ деп қойдым. Бірінші слайдты басып, макетке кіріп, әдеттегенше пустой слайд деген басамыз. Конструкторға кіріп, формат фона деп бағана біздің әжеміздің тұрған суретін қоямыз. Мінекей, қойдық, применить ко всем деп өшіреміз. Енді вставкаға кіріп, фигураға кіреміз. Мінекей, мұнда мынандай 4-5-тің суреті бар, фигурасы бар. Соны таңдап, бұның түсін артқы фонға сәйкестендіріп, сары түске, оранжевый түске бояймыз. Енді мінекей, вставка деп рисунок таңдаймыз. Сковородкамызды қоямыз. Мінекей, PNG форматта сковородка дайын шықты. Дайын жүктеп алдым. Мінекей, жазуды, артындағы жазуды осылай жасырып қоя аламыз. Енді вставка кіріп, бауырсақты қоямыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай бауырсақтың артында артқы фоны бар. Оны убрать фон деген батырман басып, форматтың ішіндегі осылай артқы фонын алып тастаймыз. Мінекей, сохранить батырмасын басамыз. Енді мышканы оң жағын басып, сохранить как изображение деп, фонсыз бауырсақ деп рабочий столға сақтап қоямыз. Бұл қазір бізге керек болады. Мінекей, рабочий столға сақтап қойдым. Яғни бұл сурет менде қазір фонсыз сақталып тұрады. Енді вставкаға кіріп, надписті басып, мұнда әртүрлі қажетті тексттеріміз жазып шығамыз. Мысалы, мен бауырсақ әдісі өткен тақырыпты қайталау үшін қолданайық деп қояйын. Яғни мұнда тек қана сұрақтар беріледі, дұрыс жауап шықпайды. Тек қана оқушы сұрақтарды көріп, сол сұраққа жауап беріп, өткен сабақты қайталау мақсатында қолдансақ болады осы ойынды. Мінекей, бауырсақ әдісі деп жаздым. Бұның түсін, шрифтін барлығын өзіміздің қалауымызша өзгертсек болады. Мінекей, Times New Romanға қойдым. Және бұның түсін көк түске қойып, мына жерге өзіміздің қалаған жерге қоямыз. Бауырсақты өшіре тұрайық, әзірше керек емес. Енді вставкаға кіріп, фигураға кіреміз. Стрелканың суреті бар. Мінекей, осы стрелкаға бауырсақ қосу деген жазуды жазатын боламыз. Бұны қара түске айналдырып, мышканы оң жағын басып, изменить текст деген батырма бар. Мінекей, жоғарыда тұр. Соны басып, бауырсақ қосу дегенді жазып қоямыз. Бұның да түсін, шрифтін барлығын өзіміздің қалауымызша өзгерте берсек болады. Мінекей, енді вставкаға кіріп, надписті басамыз. Мінекей, фигураның үстін бассақ, фигураның үстіне жазылады. Бізге бұлай қажет емес. Вставкаға кіріп, надписті басып, мына әженің қасын басамыз. Әженің жанына
сұрақ 1 деп жазып, осы сұрақ 1-ді сковородкамыздың астына қоямыз. Оның размерін, түсін барлығын өзгертеміз. Мінекей, осылай болды. Енді бауырсақ қосу батырмасын басып, вставка кіреміз. Мінекей, вставка, действие кіреміз. Енді перейти по гиперссылке следующий сайт деген қосамыз. Яғни бауырсақ қосу деген батырма басқаның кезде автоматты түрде келесі беттегі сайтқа өтеді. Енді сковородканы басып, качанияны басамыз. Область анимацияны қосамыз. Запуск вместе с предыдущим дегенді қосып қоямыз. Яғни мінекей 0 деген сан шықты. Область анимацияда рисунок 5-тің қасында. Бұл слайд қосылған кезде качания болып тұрады деген сөз. Яғни ешқандай батырманы баспасақ та өзі качас естіп тұратын болады. Енді вставка деп бауырсақты қоямыз. Жаңа фонсыз бауырсақты қоямыз. Бірінші сковородканың үстіне қоямыз. Енді бұған исчезновение деген анимацияны қоямыз. Яғни бұның үстін басқан кезде бұл жойылып кету керек. Яғни триггерге осы бауырсақты қоямыз. Яғни триггер дегеніміз осы бауырсақты басқан кезде сол анимация жүреді деген функция. Мінекей бауырсаққа исчезновение қойдық. Мінекей енді жоғарыда мінекей триггер деп тұр. Триггерді басып осы рисунок 12 екен атауы, по щелчку рисунок 12 дейміз. Яғни осы бауырсақтың рисунок бауырсақты басқан кезде бауырсақ исчезновение болады, жойылып кетеді. Енді осы исчезновение болғаннан кейін вставкаға қойып, қайттан фонсыз бауырсақ қоямыз. Әженің қасына бауырсақты қоямыз. Яғни бұл жаңағы бауырсақ исчезновение болған кезде осы әженің қолындағы бауырсақ пайда болу керек, мінекей возникновение болады. Триггер жаңағы бауырсақты басқан кездегі. Яғни жаңағы триггердің қасына анимациямызды переместить етіп қоя саламыз. Сөйтіп запуск вместе с предыдущим деп қосып қоямыз. Мінекей мышканың оң жағын басып, запуск вместе с предыдущим дейміз. Яғни мынау триггер бауырсақта тұр. Бауырсақты басқан кезде бұл исчезновение болады. Сосын запуск вместе с предыдущим деген анимация, яғни әженің қолында тұрған бауырсақ пайда болады. Тексеріп көрейік. Бастым. Әженің қолында бауырсақ пайда болды. Мінекей. Енді осының дубликатын жасап қоямыз. Мінекей. Енді мына әженің қолында тұрған бауырсақтың анимациясын алып тастаймыз. Дубликатын жасадым. Бұның анимациясын алып тастасақ та болады. Мен копировать етіп қойдым. Мінекей 11-ші рисунок 11 дегеннің анимациясы шықты. Бұны мінекей астында исчезновение деген бауырсақтың астына қойып, мына жаңағы әженің қолында тұрған бірінші сұрақтың бауырсағының анимациясын өлшеп тастаймыз. Мінекей бірінші сұрақтың анимациясы ол рисунок 14 деп тұр, соны өлшеп тастаймыз. Мінекей рисунок 11-дің екінші сұрақтың бауырсақтары пайда болады деп мінекей тұр, анимациясы тұр. Енді үшінші дубликатын жасап, жаңағы екінші бауырсақты алып тастап, үшінші сұрақтың бауырсақтарын қосамыз. Мінекей қостым. Бұған возникновение деген анимацияны қосып, жаңағы исчезновение болатын бауырсақтың астына запуск вместе с предыдущим дегенге астына мінекей қоямыз. Мышканың жағын басып, запуск вместе с предыдущим дейміз. Яғни мынау бауырсақ жойылады, сөйтіп мына әженің қолында келесі бауырсақ пайда болады. Осылай 3 ғана анимацияны пайдаланып, ретімен копировать етіп осылай өзгерте берсек болады. Енді мына сұрақ 2, сұрақ 3 деген жазуларды өзгертіп шығамыз. Мінекей мында сұрақ 3. Осылай келесі. Мінекей сұрақ 1, сұрақ 2, сұрақ 3. Мінекей тексеріп көрейік. Бауырсақты бастық, бауырсақ шықты. Мінекей екінші бауырсақтар шықты. Және мінекей үшінші бауырсақтар шықты. Енді тағы да бір дубликатын қосайық. Дубликатты бастым. Мінекей бауырсақтың анимациясын өшіп тастаймын. Копировать ставить етіп, жаңа 4-ші сұрақтың бауырсақтарын қоямын. Возникновение деймін. Бұл анимацияны жаңа исчезновение болатын бауырсақтың астына қойып, запуск вместе с предыдущим деп қосамын. Мінекей дайын болды. Мында сұрақ 4 деп қоямыз. Осылай келесі өзіміздің қалауымызша сұрақтар санын енгізіп, әженің қасына бауырсақтарды қоя берсек болады. Мінекей тексеріп көрейік. Мінекей осылай бауырсақтар ойыны пайда болды. Назарларыңызға рахмет. Бүгін біз наурыз жинағымен танысатын боламыз. Мінекей біздің ұстаздар каналында осындай наурыз тақырыбына байланысты жасалған слайдтар бар. Мінекей бірінші қалқандар деп аталады. Тест форматында. Тексттерін барлығын өзгертуге болады. Келесі асықтар деп аталады. Мінекей асықтарды баса отырып, ұлттық киім-кешектерді көруге болады.
Ал келесі асықтар шеңбері деп аталады. Яғни шеңберді басқан кезде мына асықтар шеңбері айналып, түскен сұраққа оқушы жауап береді. Ал келесі мінекей ойын түрі арқан тартыс деп аталады. Мінекей, мұнда сұрақ қойылады, қате жауап және дұрыс жауап беріледі. Дұрыс жауап басқан кезде иә дұрыс жауап деген сөз шығып, келесі сұрақ ашылады. Және келесі қоржындар деп аталады. Қоржындарды басқан сайын ұлттық әдет салттар осындай сурет форматында шығады. Келесі бүркіттер деп аталады. Бүркіттерді басқан кезде сұрақтар шығады, яғни оқушы өзіне ұнаған бір бүркітті таңдап, соған сәйкес сұраққа жауап береді. Сонымен қатар мінекей келесі бауырсақ тест форматындағы бауырсақ ойыны. Яғни дұрыс жауап берген сайын жаңа бауырсақ пісіп пайда болып отырады.